Русияге қаршы жазалар ве терроризм или куреш Брюссельде кечірілген НАТО саммитінің esas мезоларыдыр. Баш катип Йенс Столтенберг брифингде қайдеткені кебе Альянс Ислам девлетіне қаршы чалышқан бірлікке қошулачақ. Сөз истихбарат малуматының денешев ақымының артырылмасы ве учақларының айырылмасы ақында кете. Бұның еле НАТО Брюссель штаб дайресінде яны истихбарат контртеррористик мерkezini мейданға кетірежек ола. Йенс Столтенбергнің фікіріне көре Русияге қаршы жазаларының ұзатырылмасы пек мұйым бір меселедір. Русия әр вақыт НАТОның күн тәртібінде тұра. Ве Русия бүгінгі көрішуіміздің вақытында музакире етілежек меселедір. Русияның Украинадаки іш бұтыжавус әрекетлері себебінден НАТО имайге ғайет чоқ ятырым қоша. Ве аза мемлекетлерінің шарқы сынырларында арби болынуыны артыра. Жазаларға қол тұтам. Менімже жазалар Қырымның қанынсыз ішгаліне ве Минск анлашмаларының амелге кечірілмесіне жевап оларақ ғайет мұйымдар.